Сәлем достар, қалайсыздар? Каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ тақырыбы фразалық етістіктер. Жалпы ағылшын тілінде етістіктердің бір тобы бар, және де олар фразалық етістіктер деп аталады. Олардың өзіне тән ерекшелігі және де өзіне тән қасиеті бар. Олар көп жағдайда екі немесе үш сөзден тұрады. Және де біз оны қазақ тілінде аударғанда белгілі тек қана бір ғана мағынаны білдіреді. Үш сөз, екі сөз болғанмен, бірақ аударғанда тек қана бір мағына. Ал енді құрылысын қарап кетейік. Етістік қосылған предлог, яғни предлог ол in, on, етістік қосылған үстеу, яғни үстеу down, up, back, және де етістік қосылған үстеу, қосылған предлог. Демек, тіпті үш сөзден де тұрады. Ал енді мен сіздерге белгілі бір мысал келтірейін. Мысалы, look сөзін алайық. Look ол қарау деген мағынаны білдіреді. Ал for ол бізде көмекші сөз. Егер сіз переводчикқа look'ты салып, кейін for'ны салсаңыз, ол сізге бөтен мағына білдіреді, басқаша аударып береді. Ал егер look for деп бірге іздесеңіз, онда ол іздеу деген мағынаны білдіреді. Демек, енді сіз ағылшын тілін жаңа үйреніп жатырсыз, және де келешекте сонда етістік қосылған үстеу, етістік қосылған предлог екеуі бірге тұратын болса, онда мен сіздерге екеуін алып переводчикқа бірге салыңыздар деген кеңес беремін. Енді қарайық осы сөзімізге look for, яғни іздеу деген мағынаны білдіреді. Және де сіз сөйлемде де осы look for ол сіздің мағыналы етістігіңіз болып табылады. Демек, егер сіз look for сөзін келер шақта айтатын болсаңыз, will жалғайсыз, осы шақта айтатын болсаңыз, мысалы present continuous'та дәл қазіргі сәтте сіз өзіңіздің сағатыңызды іздеп жүрсіз, қалай айтасыз? I am looking for my watch. Демек, look'қа сіз ing жалғадыңыз, енді өткен шақта да look'ты, тек қана ed жалғайсыз. Демек, осы фразалық етістіктер кәдімгі мағыналы етістіктер рөлін атқарады. Ал енді мен сіздерге мысалдар келтірейін. Ең алдымен біз look және де give сөздеріне қатысты қандай фразалық етістіктер бар екенін үйренетін боламыз. Ең алдымен look сөзі, яғни ең бірінші мен сізге айтып кеткен жаңағы ең біріншісі look for, іздеу деген мағынаны білдіреді, келесі бізде look after. Look after дегеніміз көбінесе қарау, қамқор болу, көз салу, бас көз болу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, who is looking after the apartment while Әсел is away. Әсел тыста жүргенде квартираға кім бас көз болып жүр. Немесе the bike was very expensive, you should look after it. Велосипед өте қымбат, сен оны жақсы ұстау керек. Және де келесі фразалық етістік ол бізде look forward to. Және де бұл жерде назар аударыңыздар, бұл үш сөзден тұр, және де осы to-ды ешқашан ұмытпаймыз. Look forward to. Және де оның мағынасы бір нәрсені асыға күту. Мысалы, are you looking forward to the wedding? Сен тойды асыға күтесің бе? Және де келесі бір мысал келтірейін. I am looking forward to seeing you again. Мен сені қайта көруге асығамын. Және мен сіздерге бұл жерде тағы бір ерекше айтып кетейін. Жалпы үстеуден кейін немесе предлогтан кейін сіз сөйлемге етістік жалғайтын болсаңыз, онда етістікке сіз ing жалғайсыз. Осы сәттегі to seeing you again. Және де келесі мысалы келтірейін сізге, ол look up to. Яғни look up to дегеніміз үлгі алу немесе белгілі бір адамды үлгі тұту. Мысалы, мысалы айтайын, I always look up to my mom. Мен үнемі мамамнан үлгі аламын. Look up to. Ол да үш сөзден тұрады. Келесі фразалық етістік give away, яғни мағынасы сыйға тарту. Мысалы, the old computer still works. Shall we sell it or give it away? Ескі компьютер әлі жұмыс жасайды, біз оны сатқанымыз жөн бе, немесе біреуге сыйға тартқанымыз жөн бе? Және де бұл жерде назар аударыңыздар, мен give it away дедім, демек, кейбір фразалық етістіктерді біз екіге бөле аламыз, ортасына есімдік қою арқылы. Бірақ көп жағдайда біз есімдік болатын болса, give it away, give it up деген сияқты қылып қоя аламыз, бірақ кейбір етістіктер бар, оны өкінішке олай жасай алмаймыз. Мысалы, look forward, look it forward деп айту қате, look for іздеу, look it for деп айту қате. Сондықтан сіз фразалық етістіктерді өткен кезде көп жағдайларда жазылады, осы етістікті бөлуге болады, бөлмеуге болады деп, сондықтан мұқият болыңыздар. Және де келесі мысал ол give up. Give up дегеніміз, яғни тастау деген мағынаны білдіреді. Мысалы, егер бір жаман әдет болса, жаман әдетті тастау, немесе жұмысыңыз болса, жұмысты тастау. Мысалы,
I gave up my job last week. Мен өткен аптада жұмысымды тастадым. Демек, жұмыстан шығып кеттім деген мағынаны білдіреді. Және де мен сіздерге осы жерде айтып кетейін, жалпы фразалық етістіктерден бөлек, жалпы осы мысалы give up тастау деген мағынаны білдірдім, иә. Қарапайым етістіктің де түрі бар. Яғни give up, сіз оны басқаша quit, abandon деп айтуыңызға болады. Бірақ осы енді фразалық етістіктер көбінесе ауызекі сөйлеу тілінде кездеседі, бірақ соңғы уақытта сериалдардан, әндерден ағылшын тілінде көп жиі тыңдауыңыз мүмкін. Сондықтан сіз фразалық етістікті қолдана аласыз, немесе қарапайым етістіктермен де ауыстыра аласыз. Келесі фразалық етістік give out, яғни мағынасы тарату. Мысалы, the sun gives out light to the earth, яғни күн жерге күн сәулесін таратады. Келесі фразалық етістік give back, яғни қайтару деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I have to give back this book before Sunday. Мен жексенбіге дейін осы кітапты қайтаруым керек. Достар, сіздерге жалпы фразалық етістіктер түсінікті деп ойлаймын. Және де осы look, give-тан бөлек фразалық етістіктердің түрлері өте көп. Сондықтан олардың бәрін үйреніңіздер, жаттаңыздар, және де мұқият болып қараңыздар, яғни бөлуге бола ма, бөлуге болмай ма деген сияқты. Және де сұрақтарыңыз болатын болса, міндетті түрде комментарий қалдырып қойыңыздар. Және де мен сіздерге бүгін тест бермеймін, бірақ осы сіздерге тапсырма. Осы біз бүгін өткен фразалық етістіктерді пайдалана отырып 3 немесе 4 сөйлем жазыңыздар. Яғни комментарий қалдырып жазыңыздар, мен кейін тексеретін боламын. Егер дұрыс болса дұрыс, яғни бұрыс болмаса бұрыс жүйелеріңізді айтамын. Достар, бүгіндікке енді осы кішкене қиындау білем, бірақ сонда да ағылшын тілін үйренуді әрі қарай жалғастырыңыздар. Сол келесі сабақта кездескенше, бай-бай.